Саламатсыздар ма? Бүгін Fin IQ командасы Ерлан Ерке сыртқы киім дүкендер желісіне келіп қалдық. Ерлан мырза, саламатсыз ба? Сәлем, Лаура. Ошы маған жаңа сөзім ұнамай қалды негізі. Сен сізді крутой көз білмей қалыпты деген. Енді Ерлан мырза, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен 30 жылда тәжірибе бар. Соңғы 30 жыл, 10 жылда мына Ерлан Еркенің қалаушысы болып келем. Осы жерде барлық жүйені, системаны, бар қиыншылықтар осы жолда өтті. И осы өзім жаңағы базардан шыққаннан кейін МСБ дейді ғой, малый средний бизнестің, яғни соның несі боламын, эксперті боламын. Магистрмын кетенбейді. Жалпы енді үлкен қауымдастықта тұрамын. Құдай қаласа 6-шы баланың әкесі боламын. Жалпы солай осы. Керемет жаңалық екен. Құттықтаймыз. Енді сізден сұрайын дегенім, жаңағы сіз туралы көп ақпарат қарадым, интервьюлар қарадым, Сайтмұратов, Давлатовпен, содан кейін кет кәсіпкерлермен MBA өтіпсіз, магистрсіз. Сол білімдеріңіз сізге пайдалы болды ма? Ой, онсыз болмайды ғой. Пайдаланып жүрсіз ба? Конечно. Қазақ жақсы айтып кеткен ғой, білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар деп. Енді білімсіздік қаншама тупикке кеп тықты. Енді Лаура, мен сізге айтайын ба, мен идеальнымын, мен күштім деп айта алмаймын қазір. Әр адамның өзінің деңгейінде сансыз сынақтары мен сансыз құлаулар бар. И сол сауатсыздықтың арқасында сауатыңызды аша келе, сол құлаған жерден тұра білесің да. Өйткені ондай кісілерден білім алу, тәжірибе алмасу, кеңес алу деген ол мен үшін бақыт. И менің бір жақсы қасиетім, ертеңге қалдырмаймын ол алған білімді. Сол күні көп жерде, мысалы, баняда отырамыз балалармен, бір күшті инсайт айтып қалады балалар, сразу жазамды, сразу тапсырма беремін. Я болмаса обучениеде отырған кезде бір күшті инсайт келіп қалды ма, ол ертең барып, үйге барып орындайын деген әңгіме жоқ менде. Сразу сол жерде жібере беремін. Өйткені ол орындалмаған нәрсе, қазір бітпеген шаруа, ол ертең точно бітпейді. Дұрыс айтасыз, енді бұл сөздеріңізге мен өзімде куәгермін. Мен ең алғашқы презентациямда қаржылық сауаттылық курсы бойынша сіз қатысып, өзіңіздің пікіріңізді айтқан боласыз. Сіз бірінші болып маған осы жаңағы қаржылық сауаттылық лекцияңызды менің жаңағы қызметкерлеріме оқып беріңізші деп, 1-2 күн ішінде барып мен сол лекцияны оқып тастадым ғой. Сол жердегі жаңағы таңғалғаным, тек қана жай тыңдай ғана емес, жазып алып қана емес, соны пайдаланасыз. Өте керемет. Өйткені уақыт жоқ пайдаланбасаң. Өйткені сұрақтар туындай береді, сұрақтың жауабы тек қана білім. Оны пайдалану керек. Енді мен сіздің Сайтмұратов, Давлатовпен интервьюіңізді қарап шықтым. Енді ол бір керемет деп ойлаймын. Жаңағы базардан Ерлан Ерке брендіне қазіргі таңда үлкен бір жүйе көріп отырмыз да, жақсы жұмыстарыңызды көріп отырмыз. Сол жетістікке қалай жеттіңіз? Басқа кәсіпкерлерге қысқаша жаңағы айтып жатсыз ғой. Бір өзіңіздің кеңесіңізді айтсаңыз. Кәсіпкерлерге ма? Үшін бар ғой, көп адамдар жылайды да қазір маған. Прям жыламайды, прям жазады, мынандай қарызға кіріп кетті, мынандай кредитке кіріп кетті. Бәріміз содан жүрміз, содан шықтық, содан жүрміз, былай айтқан кезде. Бірақ нәрсе тоқтатпаймын. Тоқтамау керек. Құдай берген жанды Құдай алады тек қана. Басқа ешкім алмайды. Бізде бірақ нәрсе болу керек, тоқтамайтын. И артқа қарамау керек. Артта қарызым болды ма, кредитім болды ма, или жаңағыдай құлаған сәттерім болды ма. Зачем қазір екеуміз бір 5 минут бұрын сөйлескен нәрсе, ол қайттан келмейді. Қазір 10 минут бұрын не айтамыз деп айтуымыз керек. Дұрыс айтасыз. Түсіндіңіз ба? Ол уже 5 минут болған нәрсе, ол болып кетті. Артқа қараудың вообще қажеті жоқ. Енді сразу алға қарай ұмтылу керек та. Құлап қалдың ба, жата бермеу керек, жылап. Тұрды үстін қақ-қақта тұрып кете береді, естисің енді. Құладың енді байқамай. Сол сияқты ғой, тоқтамау керек. Алға жылжи беру керек. Егер алға жылжи білмей жатсаң, алдынан жаңа кетіп бара жатқан адамды қарау керек, қалай кетіп бара жатыр деп. Тоқташы, қалай кетіп бара жатсың? Мен әлі құлап жатырмын мына жақта. Қолын тартып жіберші маған деп кішкене кеңесіңді беріп жіберші. Қолын созғанда ақша сұрау емес, кеңесіңді беріп жіберші. Мен әлі құлап жатырмын арада. Сен жүгіріп баратсың ғой жанымда деп.
сұрау керек. Керемет лайфхак Ерлан мырзадан. Егер сүрініп құласаңыздар, ары қаратай мойынсымай, алдыға қарай жігер тауып, өзіңіздің бойыңыздан алға қарай жүру керек, дұрыс па? Әрине. Тоқтаудың қажеті жоқ. Иә, енді айта кетейін дегенім, сізде бұл ғана жаңағы дүкеніңізде әйелдер киімдерін сатасыздар, иә? Содан кейін басқа да кәсіптеріңіз бар ғой. Бес бизнесда партнермын дейсіз. Қандай бизнестер ол? Құрт шығарамыз. Енді көбісі біле бермейді. Биыл аштық. Қазір Қызылорда, Астана, Қарағанды реализовать етіп жатырмыз. Тендер саласында партнермін. Партнерларды айтайын ба өзім жеке бизнестеріне? Партнерларды айтып шықсаңыз. Одан кейін автоматизацияда. Енді ол мен жеке бизнесім, бірақ партнер қойып қойған болғанда. Одан кейін тендер болған. Өкінішке орай тендер банкрот болдық. Жасасын. Бізде бәрі идеально емес, сразу айтып қойын. И детский киім. Детский киімде партнер болып кірдім. Мен управляющий болып кірдім, олар инвестициямен кірді. Өкінішке орай ол да өртеніп кетті. Бірақ міне қазір 3-ші этажға көтерілсеңіз көресіз, қайттан жаңартып, қайттан ашып жатырмыз. Осы 5 бизнесі партнермін. Так өзімнің банный комплексім бар, Ерлан Ерке бизнес бар, центр МСБ аштым, арасында инвестициямен айналысамын. Түсінікті. Енді Ерлан мырза, сіздің интервьюларыңызды, подкасттарыңызды, рилстарды көремін. Сіз көбінесе жаңағы жанұя туралы кеңестер беріп жатасыз. Енді кеңес болғанда өзіңіздің жаңа тәжірибеңізбен бөлісіп жатсыз ғой, сіз андай оқып алып емес. Мен ол жерде көрем, нақты сіз өзіңіз сол жағдайдан өтіп барып, өзіңіздің жаңағы шешімдеріңізді айтып отырасыз. Бизнесте де солай. Қазір енді қарап жүрмін, таңғы астар, түскі астар, оқытулар жүргізіп жатсыз. Не үшін ол? Неге? Қараңыз. Вообще мен сізге жалпақ тілдермен сөйлегенді жақсы көремін. Қиындатпаймын да, қиындатпаймын. Мен де жақсы көремін сондай. Мысалы мынау нені білдіреді? Жүрек. Мынау жүректі білдіреді, Иә. Все, значит, 2 жарты 1 бүтін дейді. Мағынасы неде? Әйелі еркек 2 жаққа тартқан кезде, ол жүрек бола ма? Болмайды. Жұмыс жүре ма? Жүрмейді. Не істеу керек? Қосылу керек. Бизнестерде қазақтарда жақсы айтып кеткен ғой. Бір жағадан бір жағадан шығарып, бас шығар, бір жағадан қол шығар деген аға. шығар. Әрбір нәрсені отбасымен байлайтын себебім, егер сіздің отбасыңыз, күйеуіңіз, әйеліңіз қолдап тұрса, алынбайтын қамал жоқ. Өкінішке орай қазір көп жерде олар 2 жаққа қарайды. 2 жаққа қарағаннан кейін жұмыстары сәтсіз болады. Сосын бір-бірлеріне наразы болады. Бизнес бірлікте тұрады. Бірлікте ғана бизнес жүреді. Бірлік болмай бизнес болмайды. Ол міндетті түрде задевать етеді отбасына. Сен өзімше жалғыз өзін ашып кете беремін дейсің ғой. Возможно, әйеліңіз істемейді. Возможно, күйеуіңіз істемейді. Но қолдап отырады ғой, морально. Ол қолдамай, кері байланыс болатын болса, ішінде не болады? Жаңа жүрек не істейді? 2 жарты болып кетеді дейсіз ғой. И бизнес не болады келешекте? То же самое. Құлдырайды ғой. Ол отбасыны тимей кетеді деген болмайды. Отбасыны ортадан орып өтеді. Сол үшін мен отбасыны көп айтамын. Отбасы бар жақсы жерлерде, жақсы бір ақылдасып, сода тон, қазақта жақсы сөз бар ғой. Ақылдасып пішкен тон келте болмайды деген. Дұрыс айтасыз, иә. Ол отбасыны обязательно задевать етеді. Бұрынғы опыттарымды айтайын, бұрынғы отбасым болды ғой. Солармен ақылдаспай өзінше шешім шығарады. Не болды? Салам алейкум болды. Енді бұл да сіздің сөздеріңіз, жаңағы мен де куәмін, сізбенен сол жаңағы мен ұжымыңызға келіп лекция оқыған кезде біз сонда рилс түсірдік. Сіз, мен, содан кейін Ерке ханым, сосын ол Ерке ханым түскісі келмеді, киім кішкене дұрыс емес сияқты деп, сосын сіз айттыңыз, сен менің көзімде әдемісің деп, болды емес па деген сияқты. Сол мен қасында тұрып, сол естіп, есімде қалып қалды да, өте керемет жаңағы сіздің әйеліңізге деген қарым-қатынастарыңыз. Содан кейін сол бірінші презентация болған кезде, өзімде қаржылық сауаттылық бойынша, сіз балаларыңызға сол курсты ойланбастан алдыңыз. Содан кейін ол курсты Ақжол өтіп шықты. Содан кейін бізде соңғы сабақ жаңағы бизнес-проект деген кезде ол
өзінің ағасыменен киім жүйесін ашамыз, атауын да ойлап тауып, ортасында символ бесконечность дейді ғой, сондай символды қойып, сонда таң болғаным, сіз жанұяңызға да бизнесқа да бірдей көңіл бөлесіз. Көп кәсіпкерлер жаңағы кәсіпке кетіп қалады да, семьясы қалып қалады. Соларға соны қалай сақтайсыз тепе теңдікті бизнеспенен жанұяда? Оны сақтамасаң бизнес жүрмейді. Соған күш қуатты қалай табасыз? Қайдан энергия аласыз? Мотивация мен қайдан? сағат 3-те жаттым. 3:30-да жаттым даже. Анамның осымен 3:30-да жаттым. Азанда 6-да тұрдым. Жаңа таңғы ас ішіп алдым, сізге келердің алдында. Жауапкершілік шығар. Мне кажется, ол жауапкершілік. Жауапкершілік. Аха. Адам өзінің қолына ала білу. Жауапкершілігің жоқ болса, жатасың, ұйықтайсың, көңіл аудармайсың. Ондай қателіктер болды, мен идеальный жауапкершілікті басынан алдым деп айта алмаймын. Шыны керек, оны мойындау керек. Көп қателіктер жасадым. Енді 40-тан асқаннан кейін ақыл тоқтатып, ойымызды жинақтап, жан-жақты қарап, істеп жатқанымыз дұрыс емес екенін көріп, сөйтіп жауапкершілікті қолға алдық. Өйткені жауапкершілікті мен алмасам, мен үшін ешкім алмайды. Менің өмірім, менің отбасым ол менің қолымда. Мне кажется, басында қателіктер болды, жасыратын несі бар. Біреулер ойламасын, идеальный екен ойбай деп. Жоқ, конкретно айтайын, бізде қателік жетеді. Әлде жетеді. Әлде жетеді. Сондықтан, соны жүзейміз деп жүрміз ғой. Жаңағы даму жолындасыз. Постоянно процесстен мен қазір. Постоянно процесстен. Өйткені артқа қарасаң қорқынышты. Артына қарасаң шынымен де жар. Алдың қараңғы, но айты ұрып келатсың. Ана машина фарасы бар ғой, 30-40 метр жанады ғой. Сол 30-40 метрға жанға келе жатырмыз, білмеймін, алдымыздан не күтіп тұрғанымыздан. Но тупо келе жатырмыз. Онда мен түсінгені бойынша, жетістікке жету мақсатында кәсіпкерлер ең бастысы жауапкершілікті өздеріне алу керек қой. Керемет лайфхак. Жауапкершілікті алмаса, отырып жылағаннан басқа ода толқы жоқ. Ең бастысы ғой, олар рискованный адам ғой, өзі безбашенный адамдар ғой, кәсіпкерлер. Тұлғасы бөлек дейсіз ғой. Тұлғасы бөлек, олар бір өзінше бір, кешірім сұраймын, өзінше бір әлем әйтеуір. Ойына бірдеңге келеді, соны жаңағы іске асырмай қоймай жүреді. Ол бола ма, болмай ма, сол жолында құлайды, түбі шығарады ғой. Біз өзіміз білесіз ғой, нереальный нәрселер жасаймыз. Мысалы, жұмысшыларына сол бірдеңені айтсаң, көзі бақырайып тұрады. Ол қалай болды? Сосын кейін соның жолында өлесің, тірілесің, құлайсың, бірақ жетесің ғой. Содан әлесті аласың. Вообще негізі кәсіпкерлер ақша табам деп істемейді негізі. Шынайы кәсіпкерлер. Қанша адамға пайдалы болам деп істейді. Мысалы, мен жаңағы магазин өртеніп кетті. Мына 3 магазинмен қала берсем болатын еді маған. Керек жоқ. Бірақ ана өртенген магазин адамдары мына магазинге келді да, жұмысшылар көйіп қалды. Жаутеңдеп маған қарап тұр. Бір жерге бәрі, оның кредиттері бар, комуслугасы бар. И мен өзіме тиімді ретінде ашқан жоқпын тағы да магазинді. Олар маған сеніп келді, енді олар сол жердің нәпақасын жесін деп, солар үшін аштым. Көрдіңіз ба? Ол ақшамды көптігінен емес, болмаса жаңағындай қатты ақшаның артынан қуғандығын емес. Жұмыссыз қалмасын. Жұмыссыз қалмасын, бұлар маған сеніп келді ғой деген сияқты. И сондай намерение, сондай ниет болған кезде адам өседі. Біреуге пайдам тигізем деген кезде өседі. Жеке мен өзім пайда көрем деп істеген адам өкінішке қарай өшеді. Өспейді дейсіз. Қара басын ойлауға болмайды. Жауапкершілік алып үйрену керек. Мен бір Қытай подругам бар, досым. Соған да күшті сөз айтып кетті. Бизнесте нені меңгеру керек, нені меңзеуім керек деген кезде клиентке жағдай жаса деді. Сонда сен вопростардың бәрі шешіле береді деді. Түсіндіңіз ба? Клиенттің жағдайын жаса, сен вопросын шешіледі автоматом. Керемет. Енді Ерлан Ерке, мен енді анам қазір 70-тен асты. Сол кісі Инстаграмда отырады ғой енді. Ол кісі үйден көп шықпайды. Кейбір апалар болады, үйден отырмайтын. Ол кісі үйден шықпайды. Бірақ мен үйге келген сайын, мен Ерлан Еркеге апаршы. Ол жерде осындай саты жатыр. Ол жерде сыртқы киім. Енді қазір әйел адамдардың киімдері пайда болыпты. Қазақша шапандар бүкіл жаңалықты біліп отырады. Маркетингіңіз керемет жұмыс істейді сізге айтайын. Содан кейін айтып кетейін, мен енді уақытым болмады әкелуге. Ана
үйде бір подругасын алып екеуі келіп кетті осы жерге. Мәссаған. Осы жерге келіп, сосын мәңгілік елге барып, екі дүкен екеуін де көріп, автобуспенен үйге екеуі бір куртканы Менің ұстап алған. нағыз фанаттарым ғой. Екеуі бір куртка сатып алған. Маған бір ауыз орнамасыз ба? Аты жіберетін бар менің Қазақстанда. Сол сөйтіп керемет маркетинг жұмыс істейді. Сосын жаңа ертерек келген кезде көріп жатырмын. Командаңыз өте жақсы жұмыс істейді екен. Жаңағы клиенттің жағдайын ойлап тұрады. Жаңағы тегін кофе машина қойыпсыздар. Дүкен ішінде де барлығы сен осыны істейсің, сен мынаны істейсің, қазір осылай болады деп бір-бірімен сізсіз жұмыс істеп жатыр. Сол жүйеге қалай келдіңіз? Намен келдім. Менің қызым, қазір 12 жыл болды менде істеп жатқанына. 9 жыл бойы аға сіз не айтқаныңызды түсінбеппін дейді. Түсіндіре алдым ба? Иә. Мен ана жүйе қою керек, система қою бүйту керек деп мен 9 жыл бойы сіз не айтқаныңызды түсінбеппін дейді. Соңғы 3 жылда ғана түсінген да. Мен не ойлап тұрғанды. Енді қазір оған айлық та маңызды емес, ештеңе де маңызды емес. Ол келеді, өзінің жұмысын сияқты істей береді болды. Өзінің жұмыс сияқты переживать етеді, өзінің үйінде жүргенде өзінің бизнес сияқты жүре береді. Өйткені ол сондай кезде ғана оған кіріс кіреді. Түсіндіңіз ба? Тек қана ақша табамын деп, біреудің жұмысы деп солай келетін болса, ол сіңбейді коллективке. И ақшадан мандырып таппайды. Когда білекті сыбанып, мысалы келін келді, үйіңізге отбасыңызға келін келді. Мамалап, папалап кіріп кетсе, өзің қызыңдай қарайсың. Иә, дұрыс айтасыз. Тұрмай жаңағы өзінің еркелігін жасап, мінезін көрсетіп жатса, бөлек шығарасың. Жұмысшылар да солай ғой. Ол кәдімгі шынайы кіріп кету керек. Сол кезде любой басшы оны алып өзіне тартады. Қолғанатын алады, қанатын алады. Жаңағы мен бір қызым, 12 жыл жұмыс істеді дегенімізде, 9 жыл бойы теке қарабасын ойлайды. Бірақ жұмыстан шығарған емеспін. Тек қана ақша. Егер өсіп те қарып қойған жоқ, басқа да қарқан жоқ. Енді мен қазір полностью бәрін басқарып жатыр. Ол кезде басқаруды бермей қойдым 9 жыл бойы. Өзіңіз ойлаңызшы, 9 жыл бойы. Жақсы, енді Ерлан мырза, бизнес болғаннан кейін оның жаңағы табысты жақтары болып жатады, кемшіліктері болып жатады, қиындықтары болып жатады. Енді өзіңіздің бір үлкен сабақ алған, немесе бір есіңізде қалған оқиға? Түнде бар ғой? Түнде. Көз алдыма кино елестеді. Өзім неде жаттым? Кеше келіншегімізбен екеуміз кешкі асты ішіп отырмыз бір отельдің астында. Сосын бір баняға түсу керек дедік та. Сөйтіп баняға түсейік деп тұрған кезімізде өзіміз достарымыз, Жаннұр мен Ануардың отелі ғой, астында спасы бар. Сол жақтан жаңағы кісілер шығып қалып, біз анда-санда семьямызбен барамыз ғой. Баняңыз дайын ба десек, дайын деді да, қызып тұр бәрі деді. Ой, онда кіріп баняға түсе салайық дедік. Содан баняға кіріп, жаңағы массажын алып жатқанда көзім жұмып елестетіп жатырмын. Сөйтіп өзімнің кино шығарып жатқанымды елестетіп жатырмын. Кино шығарып жатқанымды елестетіп жатырмын да, и кинода қандай маңызды өмірлі сәттерім болды деп елестеттім да. Сөйтсем, қараңыз, көңілім босап кетті ғой. Соны қараңыз, бір сәт бар екен да, жалғыз өзім қалған кезде, уже терезеден секіруге дайын болып тұрғам. Бір сәт. Терезеден секіруге дайын болып тұрғам, уже ешкім жоқ, жаңында жалғыз қалғасын. И сол сәтте маған сообщение келеді. Жолдас баладан сөйлесейік деп. Короче, сообщение келеді, келсем, оның да жағдайы мәз емес. Бүйтеді маған. Короче, уже 4-5 ай болды, кредиттерін төлей алмай жатырмын, үйге продукт ала алмай жатырмын. Бірақ не, бірдеңке бастайық. Мен машинамды сатайын, ақшасын саған берейін, екеуміз бірдеңкені бастайық. Менің қолымнан точно келмейді, көзім жетті, бұндай нәрсе сенің қолынан келеді. Toyota Corolla'сы машинасы болған, 1 миллионға саттық сол кезде.
1 миллионға саттық. 250 мың теңгесін ол өзі алды. 3-4 айға кредиттерін жауып алды алдын ала. Сөйтіп продуктысын алып алды. Страховаться етті енді сақтанды. Қалған 750 мың теңгесі маған қолға берді. Сол 750 мың теңгені қарызға бутик алдық, қарызға витрин алдық, қарызға бәрін қарызға алып, сол 750 мыңға шамалы детский киім алып ашқанбыз да. Содан барып жұмысымыз жүрді. Бір сәт қой, соны переломный момент. Екінші сәт, тағы есімде қалғаны, 600 мың теңге төлей алмай қалып, 600 мың теңге төлей алмай қалып, Лаура, оны мысалы досыма да, дұшпаныма да онда тілемеймін. Көп адамдар біле бермейді, енді сізге айтайын, өзіме пышақ ұрған кез болған. 600 мың теңге төлей алмай. Сөйтіп больницада реанимациядан шыққам. 600 мың теңге. Көрдіңіз ба? Бар болғаны. Ал қазір ойлаймын, соның бәрі ақымақтық болған екен деймін да. Адамға сынақ беріледі, соншалықты артық сынақ берілмейді екен. Қазір көп адамдар жазады, жандайды не деп. Мен қарызға кіріп кеттім, кредитке кіріп кеттім, ана-мынау деп. Мен уже анда не, уже таяқтан әбден жеген адам ғой. Таяқты әбден жеген адам ғой. Сондықтан уже оғандай қандай қиыншылық келсе де уже маған уже по барабану уже. Енді ойлайсыз ғой, мысалы, қиындық келіп тұрған кезде, енді көбі ойлайды, кәсіпкерде қаражат көп, көмек сұрап келеді, неге маған көмектеспей жатыр деп. Енді өз басыңыздан өткеннен кейін, ондай қиыншылық болғаннан кейін сіз түсінесіз, оның шешімі бар екен. Сіз алдын ала біліп тұрасыз да, Ерлан мырза, мысалы. Сіз оған көмектескіңіз келмей тұрған жоқ. Мысалы, жарайды, мұқтаж жан келіп тұрса, көмектесесіз, әрине. Ал енді мысалы жай адам келіп бір өмірдің қиыншылығында маған көмектесші, маған қаражат керек деген кезде сіз ол жағдайды басыңыздан өткіздіңіз ғой. Одан да қиын жағдай болды сізде. Сіз содан шықтыңыз. Ол адамдар дұрыс түсінбеуі мүмкін. Маған көмектеспей жатыр, ақшасын аяп тұр деген сияқты. Көп жағдайлар болып жатады ғой сондай. Сондықтан бұл сіздің жаңағы айтады ғой, балықшыға балық ұстамай қармақ бер деген сияқты. Ол өз шешу керек. Өз шешу керек. Өзі сол сәтте шеше алмаса, кейін де шеше алмайды. Түсіндіңіз ба? Кейін де шеше алмайды. Өзі шешім шығармаса, кейін де шеше алмайды. Бесполезно. Бір бергенін, екі бересін, үш бересін, сосын отырып алады былай. Сен бер, ана жертваның рөліне кіріп алады. Болды. Ал ешкімнің көмексіз сытылып шығатын болса, ол бітті уже. Оған уже басқа қиыншылықтар проблема емес. Жақсы, рахмет, кереметтей андай өзімде арестап отырмын. Сондай сәт көз алдымда елестетті, ойланып. Андай ғой, бір сәтте өткіздім да өмірімді. Бір сәтте. Ерлан мырза, кино түсірсеңіз, бізді шақырыңыз, Жандос мырза екеуміз. Келеміз. Міндетті түрде. Жоспарда бар, бірақ енді қазір емес. Алла жаса, енді әр нәрсенің өз уақыты бар ғой. Сондықтан Алла тағала соны нәсіп етсін, бір үлкен кино шығарып, андай өмірлік. Мен ойлаймын, өзі неге міне сұхбат жазып жүрмін, әр адам өз кітап қой. Мысалы, әр адамның өзінің бір ерекше жағдайы болып жатады, қызықты жағдайлар болып жатады. Сондықтан бұл өмірден өткен кітапты, жазылған кітап деп ойлаймын мен әр адамды, өзім сөйтіп елестетемін. Кеше өзім қарап отырмын да, сосын сізді, енді бейнеңізді Сәкен Майғазиевқа келтірдім да, әрқашанда бүйтіп жинақы, киіміңіз, үлгіңіз, барлығы керемет болып тұрады. Сонда ойлап қоямын, мына кісі Сәкен Майғазиев сияқты сондай киім үлгісі, өзін ұстауы, жаңағы олды өз-өзіңізбен жұмыс істеу ғой мысалы. Это ол оңай емес. Шын. 3 сағат ұйықтап, еще душқа түсіп, еще өзіңе қарап, өзің постоянно жүріп, постоянно реттеп отыру оңай емес. Жасымыз енді 50 келді почти. Мен өзімді 50 деп санамаймын, әлі 25-тем деп ойлаймын. Так что әлі белестер бары қалды дейсіз ғой. Әлі көп. Мен көп жастарды көремін, ырс-ырс етіп жүреді, мен соларды түсінбеймін. Жастар әлі 5-тен белі шықпай жатты, бір 30-ға келеді, уже сөйлеген сөздер андай. Мен шапшаң қимылданға тырысамын. Уже ана қалай десем болды сізге. Шаршап кетесің да уже, аналардың істеген тірлігінен шаршап кетесің. Жүгіріп өзің істей салғың келеді да.
жылдам жылдам шешім шығарғым келеді да негізі. Ойланатын несі бар? Либо сен 2 ақ жолда либо ұтыласың, либо ұтасың. Ұтылсаң тәжірибе аласың. В любом случае плюстасың. И дальше кете бересің. Енді Ерлан мырза кәсіпкер болғаннан кейін әрине сіз өзіңізге алдыңғы уақытта мақсаттар қоясыз. Енді 5 жылға қандай мақсаттарыңыз бар қазір? 5 жылда күшті мақсатым бар, Лаура. Енді лайым Алла қолдаса, жалпы 5 жылда осы Азия бойынша один из лучших тренер болып, один из лучших спикер болғым келеді. Осы Азияда, СНГ бойынша. Қазір мен соңғы алды келатқан 3 жылда, 4 жылда Қазақстанды бағындырғым келеді, 2-3 жылдың ішінде. Сосын кейін барып, басқа мемлекеттерге шыққым келеді. Неге шықпасқа? Өйткені біз қазір 2 ай болды ашқанымызға, именно кәсіпкерлерді оқыту несін орталығын ашқанымызға 37 мероприятие өткіздік. 2 айдың ішінде почти 40-қа жоқ мероприятие өткіздік. Соның ішінде почти 700-ге жоқ кәсіпкерлерге мен біліммен бөлістім. Енді 15, 20, 30 адамнан әрқалай адамдар келіп отырды. Соның ішінде 700-ге жоқ кәсіпкерлерге біліммен бөлістім. Соның нақты сертификаттарын алғандары 26 плюс тағы да 15-41 адам. Керемет. Енді мақсаттарым мында айқын. Бір жылдың ішінде 300 кәсіпкер, одан кейін 390 кәсіпкер, сөйтіп 5 жылдан кейін бәленбай 26 мың кәсіпкерді оқытып шығару. 5 жылдың ішінде сондай жоспарым бар. Енді Алла жар болсын, Алла жеңілдігін берсін дейміз сізге, өйткені бұл өте жақсы бастама. Жаңа кәсіпкерлерге біліміңізбен, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісу керемет деп ойлаймын. Енді тағы да қойған сұрағым, мысалы Ерлан Еркеге бір әйгілі жұлдыз, немесе бір тарихи, немесе саяси тұлға кімді шақырар едіңіз, және не сыйлар едіңіз, неге ол жанды шақырып Ерлан Ерке деген брендім бар деп айтар едіңіз? Әр қазақтың келіншегі менің жұлдызым ғой. Шын, әр қазақтың келіншегі апамыз, өзіңіз айтқан анаңыз, сіздің мен жұлдызым. Ерекше бөліп алатын жұлдыз жоқ қазақта. Әр қазағымыз жұлдызымыз. Сондықтан өзім келген кезде, мысалы, күнде келе бермеймін ойынды бияқа. Өтіп баққанда, сізді көріп келдік, сізді көп тыңдаймыз, анамын деп қалады ғой. Обязательно мені жаңағы орамал том болмай жол болады дей ме? Сол сияқты бір орамал алып қойғам, 1,5 миллионға 1000 бір бәлеш түгін алып қойғам. Каждый раз келген кезде мен атынан подарка деймін, болды. Керемет. Рас қой? Өйткені әрқайсысы мені көріп келсе, мені көріп қалса дүкенімде, обязательно сыйлық беремін. Ол жерде бөліп жармаймын. Керемет. Енді бұл сіздің жаңағы өзіңіздің қолыңыздың ашықтығын, жаңағы ақ көңіл екеніңізді көрсетіп тұр, жаңағы нағыз ер азаматқа сай қылықтар деп ойлаймын. Керемет, рахмет сізге. Енді бұл енді қазіргі кезде біз қаржылық сауаттылықты көбінесе жастарға айтып жүрміз, дәріптеп жүрміз. Сол жастар енді сауаттылық курстарын өткеннен кейін сіздер сияқты кәсіпкерлердің жаңағы интервьюларын тыңдап, ары қаратай не істеу керек, қалай даму керек деген сияқты. Енді мен көбінде сұраймын, қандай жастарға кеңес бересіз деп. Көбі біз кеңес бермейміз, тәжірибемен бөлісеміз дейді. Енді өзіңіз қалай қабылдайсыз? Кеңес деп айтасыз ба? Өзіңіздің жеке тәжірибеңіз ба? Қазір жалындап өсіп келе жатқан жастарға не айтасыз? Ақшаны ысырапшылыққа салмау керек. Әр жерде де болады. Ысырапшылық дегенде де әртүрлі түсініктеме болу керек та. Керек емес кезде бір дүниені алып қаламыз. Мысалы, келіншек былай айтар едім мен, келіншегім норка шуба кигісі келді. Болмаса 3 бөлмелі пәтерде тұрғысы келді. Сол кезде мен айттым, пока киімің жоқ емес бар ғой, үйің жоқ емес бар ғой, давай бизнесті орнына қойық. Бизнесті орнына қойдық. Сізде бір дүкен шубаңыз болады. Сізде ай сайын алатын, квартира алатын ақшаңыз болады. Қалаған квартираңызды. Процесті қойық, жүйені қойық. Нақты жұмыскерлерді дайындап, автоматизация цифрландырайық. Маркетинг құрайық, команда құрайық. Енді әлхамдулилля соның бәрін құрағаннан кейін, қазір уже шуба кигісі келмей қалды. Бұның түрі шубалар. Көрдіңіз бе? Шуба керек емес. Керемет андай вилла уже қажет емес.
қазір не қажет? Екеуміздің бір-бірімізге де махаббат қажет болды. Керемет. Главное, әйтеуір жан жаққа кетіп қалмасын, үйімізге оралып келсін деген сен ет, бір-бірімізге де махаббат қалды. Керемет. Ол ақша емес адамға дүниеге кіру керек. Бір-біріңе деген махаббат қалу керек қой, қысқасы. Сондықтан ысырапшылық жасамау керек, бизнес процесті қою керек, ақшаны кішкене өз жолында жарату керек. Сосын кейін келеді уақыт. Қазір ерке келіншегім ұйықтап жатыр, маған поцелуйлар жіберіп жатыр, мен айттым, алаңдамай ұйықтай бер, мен өзім көшеден тамақша саламын. Ештеңе жоқ, сен шаршадың, түнде демал. Ренжімейсің ба? Ренжіс жоқ, все, көрдіңіз бе? Қазір енді қаласы ұйықтайды, қаласы норка шубасын киеді, қаласы қалған үйде тұрады. Керемет. Ысырапшылық жасамасын, процесске қойсын бизнесті. Ал тапқаның 1 миллион теңге, 200 мың теңге, 300 мың теңге, 10 миллион теңге, оны анаяққа мынаяққа шашай берсең несі қалады? Тойларды қысқартсын, туған күндерді қысқартсын, вечеринкаларды қысқартсын, бәрін бизнес процесске қою керек. Ең бірінші абырой жинау керек. Сосын кейін абырой саған жұмыс жасайды. Бір жақсы сөз бар ғой, 1 миллион табу өте қиын, 1 миллион тапқаннан кейін қалған миллиондар келе береді өзі деп. Ал қазір қаншама ұсыныстар келіп жатыр, выгодный предложениялар келіп жатыр. Бүйтейік, сөйтейік, жаңа 5 партнеріма 1 тиын саған жоқпын. 5 партнеріма 1 тиын саған жоқпын. Потому что уже репутация бар, ұйымдастырылатын қабілет бар, бухгалтерия учет контроль жүргізетін қабілет бар, соның бәрін біліп, солар келеді өздері инвестиция жасап, өздері менімен партнер болып жатыр. 1 тиынсыз әрқайсысына доляға беріп жатыр. Ол білімнің арқасы ғой. Білімнің арқасы. Білім однозначно бизнес процессте, егер бизнес бастайын деп қалса, міндетті түрде білім алу керек. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да білім алу керек. Ол однозначно. Кімнен алады, қай жерден алады? Ақшаңыз жоқ па? Бір әулетіңізде бір бай адам бар. Сонымен кеңесе бер, сонымен бірге ақылдаса бер. Ақшаңыз жоқ па? Сол ауданда бір крутой миллионер бар. 1 миллионер бар. Соның жанынан қалма. Ақшаңыз жоқ па? Бір облыста бір миллиардер бар. Соның үйін жанынан қарауылдап сонымен бірге жұмысқа кіріп ал, соған водитель болсаң да. Или болмаса қазір тренингтер бар, көп қазір дайын доступ интернетте толтыра, ақшаң жоқ болса. Дұрыс айтасыз. Ерлан мырза, енді біз өзіміздің жаңағы интервьюіміз аяқталғаннан кейін біз әр кәсіпкерге міндетті жоқ, кітап сыйлаймыз. Мен өзім «Самый богатый человек в Вавилоне» Джордж Клейсонның кітабы өте керемет. Бай адамдардың қатарынан болыңыз. Осы кітапты сізге сыйлағым келіп тұр. Жаңа өзіңіз, ұлдарыңыз оқып, өте керемет кітап. Жаңағы өзім де жақсы көремін бұл кітапты, сондықтан осыны сыйлаймын. Лаура ханым, рахмет. Потому что бұл вообще кітап, негізі кітап, білім, ол шексіз подарка ғой, ақшаға бағаланбайтын подарка. Сыйлық. Ақшаға бағаланбайтын сыйлық. Сондықтан міндетті түрде бірінші бетін оқимын. Ортасын бір оқимын, аяқ жағын бір оқимын. Вообще бір кітапты, уже целый кітап оқисың ғой, бір кітапты целый оқыған кезде бәрі есінде қалмайды. Дұрыс айтасыз. Соның ішінде бір жер ғана есіне түседі. Дұрыс айтасыз. Давлаттың бір сөзін есімде қалып кеткен. Жылына 100 рубль кітап оқиын дейді да. Білесіздер ме қалай оқиын дейді да. Уже кітаптың бәрі мазмұнының бірі ғой. Сол кезде қатты қысылған кезде ашады екен деп рырт деп ашатын, ортасынан ашып оқисыз, керекті информацияны алады екен сол жерде. Мына ми қай кезде дайын болады, сол кезде информация мынаяқтан соған жауап беріледі екен. Кітапты ашады екен де ортасынан ашып, 1-2 парағын оқиды екен, сразу сол кезде келетін инсайт келеді екен. Керемет. Мен ендеше кітаптарды басынан бастап соңына дейін оқимын да, сосын 5-6 бір немесі қалады, есімде, сосын ойлап қоймын, мен осы кітапты қалай оқимын? Елдер бәрін жаттап алатын сияқты, мен түгелін түсінбеймін. Кітапты жаттап алатын себебі, кітаптың енді мен өзім мысалы қалай оқимын? Мен оқи алмаймын, сразу айтайын. Мен өз визуалистпін, мынандай оқуға миым жетпейді, бірақ бір парақ, 2 парақ однозначно оқи аламын. Сол қатты қысылған кезде, сұрақтар туындаған кезде, мынаны аламыз да, мысалы, ашсам бола ма? Ашыңыз, әрине сізге бұл кітап. Ашасын, любой жерден, мысалы, кітапты оқуды үйретейікші елдерге, қалай кітап оқу керек екенін. Басын ортасын соны дейсіз. Басы ортасын соны дейсіз. Мен айтып тұрмын ғой сізге, басы соны ортасын оқимын, міндетті түрде деп. Бұлай аша саласың, элементарно, да? Я смотрю тебя, как тянет девичьим вещам, дейді. Думаешь, здесь тоже замешана любовная история? Ну, я то буду помоложе тебя, старик.
отшутился Родан дейді. Вы вынуждены теперь разочаровать. Это браслет, принадлежащий немолодой женщине. Языком он милеет. То есть, осындай бір бетті оқисың, осындай бір бетті, екі бет потолок, мынаны бітіресің ғой Иә, басын. Бұл содан уже сенде бір оқиға қалады. Бұл жерден де оқиғаларды жазған ғой деймін, байқаймын, иә. Аха. Бір оқиға қалады, сосын бір әңгіменің арасында бір оқиға айтып берейін бе деп айта бересің болды. Керемет. Ерлан мырза, енді бүгінгі сұхбатыңызға үлкен рахмет сізге. Үлкен жетістіктерге жете беріңіз. Жаңағы жанұяңызда жақсы қуаныштарды ести берейік. Жаңағы көңіл бөліп, уақытыңызды бөліп, бүгін бізбенен бірге болғаныңызға үлкен рахмет сізге. Иә, сізге де сәттілік тілеймін, Лаура. Мен шыны керек сізге құрметпен қараймын. Рахмет. Қыз бала тұра, балаларыңызды финансовый грамотный қылып тәрбиелеу, и осындай жолды алып, елдің сауатын ашам, ақшаға деген, қаржыға деген сауаттылығын ашам деген ниет, ол үлкен жол. Өйткені сол сауатсыздықтан бүгін ғана прямо эфирде отырдым, 99% елдер қарызға кіріп кеткен. А сіз білесіз бе, қандай құндылықты алып келе жатсыз? Сондықтан міндетті түрде мына қызға тіркеліңіздер. Міндетті түрде мына қызға тіркеліңіздер, өйткені сауаты өте мықты, өте аудиторский несі бар, компаниясы бар, бәленбай бухгалтерлар бар, қаншама адамдарға керемет құнды ақпараттар беріп жатыр. Мен лично өзім өз балаларымды осы қысқа оқытамын. Сондықтан сіз интервью беремін дегеніңізде мен отказ жасаған жоқпын. Рахмет үлкен. Алла разы болсын.